Сәлеметсіздер ме? Бүгін пирожки пісіретін боламыз. Салмасына картошкамен. Оның құрамына қазір мен сіздерге видеоның астына құрамын жазып кетемін. Алдымен қажет өнімдерді дайындап алайық. Мынау жылы сүт, шамалы су араластырып жібердім. Оған енді мен кішкене секер саламын. Кішкене дрожжын салып, ашытқы жасаймын. Бес 6-7 минутқа қойып қоямыз. Мінекей ашытқымыз дайын болды. Ашытқымызды құямыз. Сүтіміз жылы сүт. Жылы сүтімді құйып жатырмын. Сармайымды саламын. Жұмыртқа, бір дана жұмыртқа саламыз. Енді ғана дұрыстап тұрып араластырамыз. Араластырып барлығын ұнымызды жайлап саламыз. Осылай етіп илеп алдым. Енді ісімізге салып қоямыз. Көтерілгенін күтеміз, көтерілгеннен кейін пирожкимізді бастаймыз. Мінекей картошкасын ашып, кесіп, ішіне тұз салып, жаңа пирожкидің салмасын дайындайын деп жатырмын. Мінекей мынау қолдың майын пайдаланамын мен. Ерткен. Бізде көктің майы деп аталады. Bunu енді қызарғанша қуырып аламыз. Қуырамыз қызарған. Мінекей қызарды, қуырылды. Оны енді суытып қоямыз. Артық майын алып тастаймын. Міне жаңағы биязымызды қуырдық қой, содан қалған майды мен сүзіп алдым. Соны мына табаға бүйтіп жағамын. Мінекей осылай етіп езіп аламыз.
мінекей биязын араластырып жатырмын. Майын құйайын деп жатырмын. Қалған бана май қалған майым. Бұны құйып жатырмын. Тұз салмаймын. Тұзын алдында картошка пісіріп жатқанда тұзын салғам. Тұздың дәмі жақсы шығып тұр екен. Енді бұрышын салам. Болды. Енді араластырамын бәрін. Осымен пирожкиіміздің салмасы дайын. Мінекей тестімізді бір басамыз. Басып қоямыз. Қазір екінші көтерілгенде оны пирожки жасаймын. Осылай бөліп алдым тестімді. Енді мына жасайтын боламыз. Жұмыртқаның сарысын жағып жатырмын. Қыздар, сіздер түсінбей қалып жатқан боларсыздар. Мен солақаймын, сондықтан мынау солақай жасап жатырмын. Кішкене көтеріледі. Содан кейін духовкаға салып 180 градусқа пісіретін боламын. Қыздар, мінекей. Енді мен бұны духовкаға салайын деп жатырмын. Духовка 180 градуста қызып тұр. Енді 15-20 минутта пісіп шығады. Енді бұны жағып болғаннан кейін бетін жауып 15 минут или 20 минутқа қоямыз. Көтерілгесін пешке салып 180 градусқа пісіреміз. Тоже 15-20 минут пісіреміз. Салмаса бұл бұрқырап жатыр. Керемет. Өте дәмді. Осы пирожкиді жасауға кеңес беремін.